Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы штамбал сандарды ауызша қосу және азайту. Яғни штамбал сандарды қосуды, азайтуды үйренеміз. Біздің сабағымыздың мақсаты штамбал сандарды, мындықтарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосып, азайтып орындау. Қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдары компоненттердің атауларын жақшалу өрнектерді оқу мен жазуда қолдану. Балалар, алдыңғы сабақта штамбал сандарды қосып азайту амалдарын оқып үйрендік. Әрі қарай біз тағы да жаңа сабақтарды білу үшін мына тапсырманы мұқият орындайық. Бұл жерде ауызша есептейміз. Білетін білімімізді қолданамыз. Яғни қосу амалында бірліктерді бірліктерге қосамыз, ондықтарды ондықтарға қосамыз, жүзіктерді жүзіктерге қосамыз. Ал азайту амалында бірліктерден бірліктерді аламыз, ондықтардан ондықтарды аламыз, және жүзіктерден жүзіктерді аламыз. Есептей қойыңыздар. Қағаз қаламдарыңыз әрқашан қастарыңызда болу керек. Мәнін не есте сақтап отырыңыздар, не жазып отырыңыздар. Қазір тексереміз. Дайынбыз ба? Жақсы. Тексерейік. 444-пен 4 саны қосындысы 448. 444-тен 40-ты азайтсақ, 404 қалады. 444-тен 400 азайтсақ, тек қана 44 саны қалады. 444-ке 440-ты қоссақ, 884 болады. 444-тен 4 бірлікті азайтқанда 440-тың өзі қалады. 444-пен 40-тың қосындысы 484. 444-тен 400 азайтсақ, 400-ді онда тек қана 4 бірлік қалады. 444-пен 444-тің қосындысы 888. 444-пен 442-ді азайтсақ, 2 бірлік қана қалады. 555-тен 404 санына азайтқанда 151 ғана қалды. 666-тан 404-ті азайтсақ, 262. 777-тен 404-ті азайтқанда 373 саны қалды. Есептеріңізді тексере қойыңыздар. Мен барлықтарыңызды осылай дұрыс есептеді деп сенемін. Ал балалар, қазір күн райына байланысты сергіту сәтін бастаймыз. Жаңбырлама, бұлтыр түнді ме, қарлы ма? Жақсы балалар. Енді ауызша есептеп, мына сандар тізбегін аяқтайық. 190 санына 70-ті қосамыз. Болады. Тұрыс 260. 60-ты азайтып тастасақ, сол 260-тан 60-ты 200 саны қалады. 80-ді қоссақ соған 280. Дұрыс. 280-нен 90-ды алсақ болады.
190. Дұрыс. 190-ға 50-ді қоссақ, болады 240. Тамаша. Келесі. 600-ге 120 санын қосамыз. Болады 720. 720-да 80-ді айырсақ, айырмасы болады 640. Дұрыс. 120-ны қоссақ 640-қа 300. 640-қа 120-ны қосқанда болады 760. Дұрыс айтасыңдар. 100-ді қоссақ 860 болады. 860-қа 50-ді қосқанда 910. Жауабы дұрыс. Тамаша. Оқулықтарында ашайық балалар. Оқулықтарының 14-ші бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мен қазір сіздерге оқып берем түгел. Биыл күн райының қолайлы болуына байланысты астық мол шығыпты. Бірінші егіс алқабына астық қоймаса 457 машина бидай, ал екінші егіс алқабына бұған қарағанда 35 машина кем жеткізіліпті. Қоймаға екі егіс алқабына барлығы неше машина астық жеткізілді? Балалар, бірінші қанша кем жеткізілгенін табамыз. Бірінші астық қоймасында 457 болды, екінші 35 кем. 457-тен 35-ті азайтамыз. Екінші амалда балалар машинаның жалпы санын табамыз. Бірінші егіс алқабындағы 457 машина болса, екінші егіс басында 422 болған. Екеуінің қосындысын тауып, егіс алқабында қанша машина бидай жеткізілгенін табамыз. Жақсы, дәптерлеріне жазып, орындай қойыңдар. Ал оқушылар, біз бір әріпті өрнектің мәнін таба алатынбыз. Енді бүгін екі әріпті тұратын өрнектің мәнін тауып көрейік. Қараңыздар. Бұл жерде А-ның мәні 9, B-ның мәні 100. Яғни, мынадай есеп берілген. А қосу 800, қосу Б. Сонда А-ның орнына біз 9-ды қоямыз, B-ның орнына 100-ді қоямыз. Енді есептеп табамыз. 800-ге 9-ды және 100-ді қосамыз. Сонда болады 809-ға 100-ді қосамыз, 909. Келесі А-ның мәніне 9-ды қоямыз, 80-ге 9-ды қосамыз, дұрыс 89, оған B-ның мәні 100-ді қоямыз. Сонда 189 жауабы. Тамаша. Енді бұл балалар түсініктеме беріліп өтті. Бұл бірінші өрнекте, келесі өрнекте өздеріңіз табыңыздар. Қараңыздар. А мен 8-дің қосындысы және B-ның қосындысы. А-ның мәні 9 дедік, B-ның мәні 100 дедік. Орнына қойып есептей қойыңдар. 9 бен 8-дің қосындысын тауып аламыз. Қанша болады? Оған 100-ді қосамыз. Мәні қанша болады? Есептеңіздер. Жақсы. Мәнін таба қойыңдар. 9 бен 8-дің қосындысы болады. Дұрыс айтасың, 17. Оған 100-ді қоссақ, жауабы 117. Тамаша. Келесі балалар. 15-ші бетті ашамыз, қараймыз. 15-ші бетте 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл жерде бір әріптен тұратын өрнекті тауып белгіле, оларды оқы. А мен 2-ның көбейтіндісі. Неше әріпті өрнек? Дұрыс, бір әріпті өрнек. 387 қосу Б. Бұл да бір әріпті өрнек. Келесі, А мен 456 санының қосындысы. Бір әріпті өрнек, әріп бір уақыттыр. 813 пен В-ның айырмасы бір әріпті өрнек. А мен 800-дің қосындысы және В-ның айырмасы бұл екі әріпті өрнектің белгілемейміз. А мен 8-дің қосындысы азайту Б. Бұл да екі әріпті өрнек. Тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл өзіндік жұмыс. Өрнек құрастырып, олардың мәнін табамыз. 120 мен 50 сандарының қосындысына 100-ді қос. Орындандар. 120 мен 50-ді қосындысын табамыз, сонан соң 100-ді қосамыз. Келесі,
306 санына 120 мен 60-тың айырмасын қос. 120 мен 60-тың айырмасын тауып аласыңдар. 306-ға қосасыңдар. Дұрыс, орындаңдар. 980 мен 500-дің айырмасынан 300-ді азайт. 980 мен 500-ді азайтасыңдар. Одан шыққан саннан 300-ді де азайтасыңдар тағы да. Дұрыс, орындаңдар. 500 санына 120 мен 80-ның айырмасын қос. 500 санына 120 мен 80-ның айырмасын қос. 120-дан 80-ді азайтып аласыңдар. Жақшаның ішінде, е, дұрыс. Соны 500-ге қосасыңдар. Орындаңдар. Уақыт берілді. Жақсы бала, орындап болсақ, тексереміз. Есептерін дұрыс шықса, жарайсыңдар. Барлықтарыңыздікі да осындай болып шықты деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта біз не үйрендік? Ауа райын адам өміріне маңыздылығын түсіндік. 3 таңбалы сандарды қосып азайтуды үйрендік.